Кеш жарық достар, кештеріңіз қызықты, қуанышты өтсін. Өздеріңізге белгілі кітап әлемі жобасы осы маусым, шілде, жаз айларында бірге кітап оқып, тамыз айында жас оқырмандармен бірлесіп Абайдың шығармаларын насихаттаудамыз. Бүгін тағы да өздеріңізге қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының өлеңін оқып бермекшімін. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат, ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара, сіздерге еркін тиер байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе? Қаны қара бір жанның жаны жара. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мың мен жалғыз алыстым, кінә қойма. Абай Құнанбайұлы. Жақсылықпен жүздескенше назарларыңызға көп рахмет.